Şarşasa da bilgen katlıga bağırma alıp geldi. Ana kızlarda da Savriye degen kudagayım oturur şimdi. Oraldan Reşit'teki bağlısında oturaydı. Hasta geldi kıldı. Endi kalgan ağaylar Almatı'dan Kulaklıklar'da endi bağır kardeşlerim var o şerde. Endi evlet bolup oylanıp ben karasam avladığımız gün benim Tenglik balanın asıdan başlık yavrutunca görüntüsü veya angaysız avdanın baş imamı, avdan hakimi zırhlarının cahine caksımaşında жүрür. Al endi avdanın hakiminden avdanın baş imamı doğru olmasa kalda gençliği var endi. Olmasa Turş Məşrimin üstünde Almatı'dan bir ibadet berген bunun. Aslında münkeze koluna bakmak gerekli жатырмыз. Bu енді майын болмаса да жақсы мәшіне bir полковник деп жүрген мәшіне екен, соның астынан алдық. Бәрін жаңаладық түгелдік. Енді Алла сәтін салған күні, ада бірінің екі жылда жаңа мәшіне мінгізеп жатыр ғой, бұндай қаласа. Бұларды жұмыс жүретін болса, Алла сәтін болса, жаңасы Мынау мәшіне ауданның жәнегі бас имамының жеке өз басына сыйланып жатыр. Өз басына. Ал енді ауданның қызметкерлері, басшылары астынан сол ауданның қызметкеріне мәшіне беріп десек үшін қарсылығы жоқ. Мынау жеке өзіңді айналайын. Жарай ма? Иә. Өзің себесің, өзің жүресің, әрі бері шапқылайсың, халыққа қызмет етесің. Оның басын ашып қойын деп отырмыз. Жарай ма? Әлпесі ойлайды ғой кейбіреу. Иман деген ақшаны үйіп жатыр екен, анау продуктадан өткізіп тастапты, мынаны сөйтіп тастапты, ақшаны оң-солын шашып тастады деген әңгіме шығуы мүмкін. Ондай жоқтығын мен жақсы білем, осы жолда жүрген азамат қолымызда. Ол беске бес он тимен адам баласы нәпақасында тауқи алмай қалады дейді. Солай ма? Сондықтан шамамыз келсе имамдарға көмектесуіміз керек. Осылардың абыройын көтеруіміз керек. Шамамыз келсе астарына атымыз тұруымыз керек. Неге? Тез барып тез келсін, жақынған жерден қалмасын деген ниетпен. Жақсы ма? Жақсы. Балалар өзін өте берсін. Жаңасын басына жақсы. Енді бұның атсалысып жатқан азаматтар дейтін болса, Айдарбек деген жігіт қара шаңырақта отырған. Тұрып қойшы айналып. Бұл үлкен Арман деген азамат әңгіме. Жандарбек деген жігіт бар осы жерде. Қайда жүрді? Жандарбек. Қайда тұрды? Жандарбек? Иә, мұның кейін жаныз отырған Мұхаммед Қазым деген Құрманғазы деген жігіт бар осы жерде. Бұлардың барлықтары компанияда жұмыс жасайды деген. Находка, если видео нет. Были видео где технические операторы. Да, 3 минуты я снимаю, да? Чай, мама, чай.